Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Python мен жұмыс істеуге арналған Anaconda ортасын қалай орнатуға болатындығы жайлы түсіндіретін боламын. Python мен жұмыс істеу үшін бізде білесіздер мынандай ideal ортасы бар. Бірақ онымен жұмыс істеу біраз ыңғайсыздық тудырады және бұл жерде сонымен қатар қазақша шрифттер қабылданбайды. Сондықтан біз қазір сіздермен бірге Anaconda ортасын орнататын боламыз. Оны орнату үшін anaconda.com деген сайтқа кіреміз. Product Individual Edition. Астыңғы жақта Download деген жерге басамыз. Қайда орнату керектігін мына жерден көрсетесіз. Мысалы бізде Windows Upstart Bit. Міне жазылу басталды. Программа жүктеліп болды, енді оны іске қосамыз. Next батырмасын басамыз. Келісеміз. Қайтадан Next. Next, Install. Бағдарламамыз орнатылып болды, енді Next деген батырманы басамыз. Next. Программаны қосу үшін пусқа кіреміз. Anaconda 3 және Anaconda навигаторды іске қосамыз. Мінеке қосылды, окей батырмасын басамыз және мына жерден Jupyter ноутбукты іске қосамыз. Launch батырмасын басасыз. Мінеке ашылды, енді бұл жерден ең алдымен өзімізге жаңа бума ашып қояйық. Ол үшін New деген батырманы басып, Folder деген таңдаймыз. Ашылған бумамыздың атын өзгертейік, ол үшін оны белгілеп, Rename деген батырманы басамыз. Бұл жерге Python деп жазсаңыздар болады. Енді оны ашып, оның ішіне жаңа Python файл ашайық. Шыққан терезеден мына жерге Pythonда жазылған кодты терсеңіздер болады. Мысалға print. Бағана айтқанымдағыдай бұл жерде қазақша символдарды қолдануға болады. Қазақша деп жазып қояйық. Программаны іске қосу үшін run деген батырманы басамыз. Мінеке қазақша деген сөз шықты. Әрі қарай осы Pythonда код тере берсеңіздер болады. Файлды сақтау үшін мына батырманы бассаңыздар болады, немесе файл save деген таңдайсыздар. Жылдан батырмалар жайлы білгілеріңіз келсе, мына жақта клавиатураның иконкасы бар. Осы жерге басып, барлығын көрсеңіздер болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше достар.